Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбі сәтінде YouTube жобасының кезекті шығаруын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Қаныш Сәтпаев атындағы мектеп гимназиясының оқушысы Артем. Қайырлы күн, Артем. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Әуелі көрермендерге өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Артем болады. Мен Қаныш Сәтпаев атындағы гимназияның 11 сынып оқушысымын. Өзімнің ұлтым орыспын, бірақ қазақ тілде еркін сөйлей аламын. Оны мен бірінші сыныптан оқимын. Керемет, ал қазақша үйренуіңізге не себеп болды? Бала кезінен мен қызық болған. Мен көбінесе басқа пәндерді сөйттім, ол математика болған. Бірақ көбінесе менің достарым қазақ болған. Сондықтан мен олармен кішкене сөйлесіп, өзімнің айтуымды дамып, олардың мәдениеті де қызық, мен үшін қызық болған. Солай кішкене қазақ тілде де үйрендім. Жақсы, Артем, біз сізден пәндік олимпиада арқылы таныдық. Жалпы қазақ тілінен олимпиадаларға, сайыстарға жиі барасыз ба, сол туралы айтып өтсеңіз. Иә, мен сондай сайыстарға жиі барамын. Ол туралы маған қазақ тілінен пәнінен мұғалім айтады. Мен жетістікке ең соңғы ол біздің облыстық олимпиада болған. Мен онда екінші орын алдым. Солай тағы да бір қазақ тілі пәнінен және Қазақстан тарихынан мәдениет квест болған. Сонда бірінші орын алдым. Және бір университетте бір сайыс болған. Онда 3 тілден болды. Сонда тілдерін бойынша. Сонда да екінші орын алдым. Жақсы. Ал қазақ тілінен бөлек қандай пәндерге қызығасыз, қандай жетістіктеріңіз бар? Мен бұрында олимпиадаларға математика пәнінен бардым. Бірақ тағы да Астанаға бардым, математикадан орындарды алдым. Бірақ содан кейін қазақ тіліне көп қызық болдым. Сондықтан математикадан қазақ тілді таңдадым. Жақсы, ал бос уақытыңызда немен айналысасыз, қандай хоббиіңіз бар? Көбінесе достармен кездесемін, олармен сөйлесіп, ойындарды ойнап, тағы да менде қызығатын кітаптар бар. Оларды да оқимын, кейде естіп аламын, кейде жай интернетте тауып оқимын. Ал қазақ достарыңыз көп пе? Иә, көп. Олар мені олардың мәдениетпен танысты, олар мен білімге көп үлес қосты. Қазақтың салт дәстүрлерін білесіз бе? Бірнеше ойындарды да білемін. Олар қыз қуу болды, көп жайлауда атпен ойнады болды. Асық, көп асық ойнадым. Бала кезінде менде өзім коллекция болған. Және тағы да Бесік той, көкпар, білесіз бе? Қазақша ойындар. Ойындар. Және мәдениеттің салт дәстүр, Ауызашар, бет ашар, келген келгенде. Ал жаңа кітап оқимын деп қалдыңыз. Қандай жанрға қызығасыз? Қазақша оқисыз ба? Қазақша мен кейбір кезде тырысамын оқуға, бірақ ол қиын болады, өйткені қазақ классикасы кейбір қазақтарға да қиын. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, тағы да Абайдың қара сөздер. Мен олардан кейбірді жатып алдым. Олар 7-ші сөз, мен сөйттім 13-ші сөз. Тағы да менің сөйттім кітап, ол фантастика жанрде, ол орысша «Первому игроку подготовиться» деп аталған. Онда даже фильм бар, тоже өте қызықты. Ал жалпы әлемдік әдебиетке қызығасыз ба? Иә. Жақсы. Ал болашақта қай елдерге барып көргіңіз келеді? Мен көбінесе
Азия елдерде барғым келеді. Олар Сингапур, Қытай, Жапония, Үндістанды барғым келеді. Европаға мен үшін қызық болмаған. Маған көбінесе ұлы жібек жолы елдер танымды. Жақсы. Ал осы болашақ арманыңыз осы шетелдермен байланысты ма, әлде осы Қазақстан елестетесіз бе өзіңіздің болашағыңызды? Мен өзім болашақтан Қазақстанда көріп бардым. Бірақ жай басқа елдерді көруім қызық болғым келеді. Ал мұнда тұрып жұмыс істеп. Ал қай салада қызмет еткіңіз келеді? Көбінесе дизайн, тағы компьютерлік ғылым, және геолог. Сурет сала аласыз ба? Жоқ, бірақ мен компьютерде жақсы чертеждерді істей аламын. Жақсы. Ал отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз, жалпы отбасыңызда қазақ тілінің қолданысы туралы? Отбасымда 5 адам бар. Менде тағы да інім және қарындасым бар. Бірақ отбасымда ешкім менен басқа қазақша сөйлемейді. Сондықтан мен үйде кішкентайларға сабақтармен көмектесемін. Олар менде көп сұрақтар сұрайды. Мен оларға солармен де көмектесемін. Кейбір туысқандар бізде қазақ мәдениетпен таныс. Солармен мен кейбір қазақша сөйлестім. Жалпы қазақ тілін білудің қандай артықшылықтары бар деп ойлайсыз? Көп сайыстар, көп мәлімет, өйткені ол бізге басты тіл Қазақстанда, және қазақ тіліне бәрі жазылған, көп мәлімет таба аламын. Тағы да бір дүкенге барып, жүріп, кейбір адамдар орысша сөйлемейтін де бар, және солармен қазақ тілінде сөйлей аламын, түсінемін. Жақсы. Ал демалысыңыз қалай өтті? Қысқы демалысыңыз, жалпы бос уақытыңызда қалай демалғанды ұнатасыз? Көбінесе мен көп уақытты олимпиадада өттім, уақыт өткіздім, ал қалғандарды онда дайындалдым және жаңа жылды күттім. Жол тойға бардық және бардық. Жақсы. Артем, сіз көп іс-шараларға, жарыстарға қатысасыз. Жалпы жеңіске жетудің сыры неде? Мен үшін, менің пікірім, оның басты еңбек ету. Өйткені қандай біз таңдасаң да, онда шебер болу үшін көп еңбек етіп, көп уақыт өткізіліп, еңбек ету қажет. Жақсы. Ал жаңа қазақ мәдениетімен таныстым дедіңіз ғой. Осы қазақ жұлдыздарынан, қазақ әншілерін тыңдайсыз ба, немесе қазақ спортшыларынан кімдерді білесіз? Мен кейбір қазақ спортшыларына танимын. Мысалы, ең танымал боксер біздікі Геннадий Головкин. Мен оны өмірде кейбір рет көрдім, және бір рет ол бізде Майқұдықта оның центрі бар, спорт центр. Онда ашылуына мен не бердім, концертте болдым, және оны көріп амандастым. Жақсы. Артем, енді қазақ тілін енді үйреніп бастап жүргендерге қандай кеңес берер едіңіз? Менің ойымша, жай тіл үйрену үшін оны ерже жатпай, басқа адамдармен сөйлесу, оларды тыңдап, солардан жаңа сөздерді алып, жаңа білімді алып, дамыту. Көбінесе ол ешқандай тілді алмасам, сонда
сөйлесу керек. Жақсы, Артем, бізге уақыт бөліп әңгімелескеніңізге рахмет. Әлі талай олимпиадаларда, жарыстарда биіктен көреміз деп үміттенеміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымымыз осымен аяқталды. Келесі ертеңгіде кездескенше сау болыңыздар.